Мен Аманжан балама дұға үйретіңізші деген едім ғой. Осылай дұғаны осылай айтып үйрене берсін бірінші. Одан кейін тағы да жазам. Тағы да үйретем да. Одан кейін өзде уже ауыздары қалып алып, сондай түп санасында қала береді осы дұғаларда. Еще Алланың қалауымен қабыл бола береді. Олар періште ғой. Сондай пәк қой олар. Әлі кішкентай олар. Алла тағалам не сұраса сол дұғаларын қабыл етеді, Алланың қалауымен болса да. Кейін тағы да жазып берем, но бірақ одан кейін енді өзі сәл жүрегі жұмсап, осы неге қарай егер ұмтылатындай болса, ол кейін өзі-ақ дұғалардың күшті кереметін айтатын болады Алланың қалауымен. Қадинаш, мен саған да жазып бере берем. Жазып бер десеңдер бере берем мен. Бәрібір андай неда сенің қолың тимейтінін білем ғой. Қолың көбінесе сол сабақпен, ағылшыныңмен болып жатқанын білемін. Үйіңнің де тірліктері бар, оның үстіне ана сиырың келген екен. Соның бәрімен бәрібір миың ашып, қанша тірліктерің жатыр ғой. Мен енді осымен занимация еткеннен кейін жазып бер десең, мен жазып бере берем. Оның бәрі ертең Құдай қаласа дұға еткеніңде бәрібір түп санаңда тұрады. Түп санаңда тұрады. Содан кейін солай үйреніп кетесің. Әдемі дұға етуді солай үйреніп кетесің. Мен саған да жазып берем жаным.